Сонымен, құрметті ханымдар мен мырзалар, Найза 36 турнирінің 11-ші жекпе-жегі жеңіл салмақ дәрежесінде 3 раунд. Ханымдар мен мырзалар, қос жауынгерді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ендеше, алдарыңызда алаңның көкбұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 11 жеңіс, 7 жеңіліс, оның бойы 178 сантиметр, салмағы 70-те 300. Бішкек қаласы Қырғызстан. Қарсы алыңыздар, Қаныбек Жаныбекұлы! Ендеше, оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгер. Кәсіпқой рекордында 19 жеңіс, 5 жеңіліс. Оның бойы 176 сантиметр, салмағы 70-те 300. Павлодар, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Фаниль Ноғай Рафика! Рефери Манап Каптиев. Орта ережені сақтаймыз, ереже бойынша 3 раунд 5 минуттан. Сәттілік. Ардақ жанкүйерлер, осылайша жалпы дүйім жұрт болып асыға күткен айқастың бірі басталуға жақын. Бірінші раунд көкбұрышта Қаныбек Жаныбекұлы кәсіпқой деңгейде 18 айқас өткізіп, 11-де жеңіске жеткен. Оның қарсыласы Қазақстанды бетке ұстар жауынгердің бірі, 19 жеңістің авторы Фаниль Рафиков. Ноғай лақабатымен танымал осы Найза FC лигасының бетке ұстар азаматтарының бірі, Дартим командасының өкілі. Айқас басталды, және Фанильдің қауіпті шабуылы жаңа. Және Қаныбек Жаныбекұлы бірден жауап қатты да. Соққысы дөк тиді. Соққысы дөк тиді. Қазір енді Фаниль аяққа тұрып үлгерді, өте жақсы. Сауат қорғанып, қарсыласын қолын байлауға кірісті барынша. Фанильге асықпау керек. Асығыстан көрсетпеу керек бұяқта. Асығыстан тұпау керек. Асықпай, сабырлы жұмыс істеу керек. Өйткені бұл жекпе-жектің айласындағы жалпы талқылау, қызу пікірталас өте көп. Өте қызу деңгейде жүзеге асқан еді. Естеріңізге сала кетсек, бұл 70 келі салмақ дәрежесіндегі жекпе-жек. Қазір Қаныбек Жаныбекұлының бақылауында өтіп жатыр. Айқастың барысы дегенмен Фаниль Рафиков еш қиындықсыз қорғанып, қазірінде аяққа тұрып кетуге тырысады. Ұмтылысы түсінікті. Және осы тұста осындай өткір әрі ауыр соққыларға жол бермеу керек. Барынша Фаниль Рафиковтың жылдамдығын жанкүйер жұрт жақсы біледі. Кез келген тұста көзілеспес жылдамдықпен қарсыласының қорғанысынан саңылауды бір ұрымтал сәтте ұрып құлатуы бек мүмкін жігіттің бірі. Ал Қаныбек Жаныбекұлы осал жаңғақ емес, нағыз тіс қаққан, ысылған сондай қасқыр мінезді жігіттің бірі деуге болады. Сондықтан бұл жекпе-жек осымен де қызықты. Фанильдің аяғына ұмтылысы қарсыласының, бірақ қырғыз файтер оған мүмкіндік берген жоқ. Тізен үстіге қосып көрді Жаныбекұлы. Рафиков қазір ширақ қимылдауға кірісті. Жаңа қандай қателік жасады Рафиков? Фаниль кішкене асығып кеткен сияқты болды менің көрімше. Бірақ қазір өз-өзіне келді. Сол соққыдан кейін өз-өзін жиналды. Енді қазір жалпы екеуде жұмыс жасап отыр. Бірақ қазір бірінші раундтың соңына дейін әрбір өзінің несін дайындаған тәсілдерін көрсетеді деген ойдамыз. Енді кішкене айтқан кезде аяқта физикалық тұрғыда Жаныбек кішкене басым секілді көрініп тұрмаған. Енді қазір жекпе-жек көрсетеді, не дегенмен. Дене тұрғысына қарасаңыз, расымен де қырғыз жауынгердің бір Фанильден физикалық тұрғыдан мығымырақ көріну мүмкін, бірақ естеріңізге сала кетсек, ардақ жанкүйерлер, бұл алдамшы көрініс болуы бек мүмкін. Өйткені Фаниль Рафиков бұған дейінгі баспасөз мәслихатында айтқан болатын.
Біз бірімізге бірнеше пікірді айттық, қызу пікірталас болды. Енді жекпе-жектің тағдыры бас-аяқ 15 минуттың ішінде шешіледі деген еді. Және өте тамаша қазір мүмкіндік төпелі ұра жөнелген Фаниль Рапиков. Осылай бір орымтал сәтте қарсыласын қапы қалдыруға тырысты. Және қазір жақсы мүмкіндік туып тұр. Қылқындыру әдісін жүзеге асыруға. Фаниль. Және мына тұста ешқандай бір шара қалдырмау қажет секілді Жәнібекұлы үшін. Өте тамаша. Сытылып шығып кетті бірақ. Бұл жерде Жәнібекұлы шындығында тәжірибелі жауынгер екендігін байқатты. Агрессияға толы сондай бір айқас тамашалап отырмыз, ардақты жанкүйерлер. Екі азамат бір-бірін 8 бұрыштан уақыт біткенде тек біреуіміз аяқпен шығамыз дегендей принциппен Фанильге абайлау керек шыққан секілді. Мойнын беріп қою мүмкін, қолын ауырту тәсіліне алып кетсе қиын болады. Өте жақсы. Жанкүйерлердің қолдауы керемет. Алматы аренада бүгін қиқу салып қазақстандық жауынгердің шашпауын көтеріп демеу жасап отырған. Бұл жауапкершілікті Фаниль де жақсы түсінеді. Раундтың соңында басымдық Фанильдің еншісіне байланғандай. Жекпе-жек өте қызықты. Көзді ашып жұмғанша бірінші раундта бітіп қалыпты міне. Айқастың барысында екі жауынгер қатты асыққандай еді, бірақ одан кейін аптықтар басылып, күшті үнемдеу қажеттігін екеуде лезде түсінген тәрізді. Болды? Дұрыс. Міне асыққан сәті Фанильдің кішкене алдыға шабылып. Is a movie, bull riding in boobies, cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. I'm gonna take my horse to the hotel. Арақ жанкүйерлер, екінші кезең басталуға жақын. Алматы аренаны керемет атмосфераға бөле отырған жанкүйерлердің қиқулаған қолдауы екі жауынгерді де қанаттандырады. Және бұл ерекше әрі үлкен жауапкершілік. Осындай атмосферада тартысты айқас көрсетеді. Елдің сүйіспеншілігіне ие болуға екі спортшы да мүдделі. Жекпе-жектің қарқыны қазір сәл саябырсығандай көрінеді. Фаниль бірінші нөмірмен жұмыс істеуге кірісті. Тізені жақсы пайдаланып жатыр қазір Фаниль. Өзінің мықты жағын жақсы пайдаланып жатыр. Фаниль тіземен де, шынтақпен де, жалпы бәрі жұмыс істей алатын жігіт. Спортшы. Қазір өте міне жаңағы клинчта жұмыс істеп жатыр. Бірақ бұяқтың ішін абайлау керек. Міне. Өте тамаша. Қарымта әдіспен бірден қарсыласының үстінен бірақ шыға келді Фаниль Рапиков. Қандай әдемі орындау болды. Осымен асықпай осы жерде жекпе-жекті аяғына дейін жеткізуге болады. Осы басымдықты әрі қарай дамыту, өрістету өте жақсы. Фанильдің қолынан толыққанды келеді. Қазір шынтақпен өте тамаша жұмыс істеуде. Ауыр соққылар қарсыласының қабағын жарып, я болмаса қарқынын бір басып, өте қауіпті Жәнібекұлы үшін. Ал Рапиков үшін бұл соққылар тиімді әрі жемісті. Тоқтатуға жақын. Шындығында айтарға сөзім жоқ ардақ жанкүйерлер. Ақтығында рефери қылар бақылауда және жекпе-жек аяқталды.
жанкерлер, Фанил Рафиков кәсіпқой деңгейдегі 20-шы жеңісіне қол жеткізді. Құттықтаймыз. Техникалық нокаут, екінші раунд. Фанил Рафиков. Жақсы жекпе-жек көрсетіп, және шоу элементтерінде жақсы көрсете білуде. Молодец. Қырғыз жауынгері қандай бір қателік жіберді? Қырғыз жауынгері кішкене шаршап қалған секілді. Екінші раундтың басынан бастағанда артқа қарай көңіліп, Рафиктің дайындығы өте жоғары деңгейде болған көрініп тұр. Осы тұста атай кетуіміз керек. Жаңағы Жәнібек Жанбекұлының шабуылына, яғни құлатуға тырысқан сәтінде Фанил Рафиков керемет қарымта әдісті пайдаланып бірден қарсыласының үстінен бірақ шықты. Бұл тамаша орындау. Сол осы жалпы техникалық нокауттың алғышарты болды. Мына жанкүйерлерімізде қолдау, жанкүйерлердің қолдауы мына жерде үлкен кәдімгідей рухани күш беріп Фанилге осы жеңіс, жанкүйерлердің де жеңісі 100%. Сөзсіз осы жекпе-жектің басы қасында қолдау білдіріп, әлеуметтік желіде және осы айқас басталады, болады деген сәттен бастап тамаша қолдау жасаған жанкүйерлерге мың алғыс. Бұл жекпе-жекті рефери Кабдиев екінші раундтың бірінші минутымен 55 секундында тоқтатты. Техникалық нокаутпен жеңіске жеткен Фанил Рафиков!